қыздар Алматыда! Шынымды айтамын. Мен вообще өтірік айтпайтын аферистпін. Ең әдемі осы қыздар Алматыда екен. Мен шыққан сайын қыздар жайлы айтып, бүгін мен қыздардан кешірім сұраймын, мен қыздар жайлы айтпаймын, бүгін мен қазақтар жайлы өзім жайлы айтамын. Мысалы, біздің қазақ өте ақылды халықпыз. Бәріміз қазақпыз, біз соншалықты ақылдымыз, біз демалыс жақсы өткеніміз ғой, қай жерде жүрсек те демалып жүретін халықтар екенбіз. Үйде де демаламыз. Жұмысқа барамыз, сәл уақытымыз тисе демалып аламыз. Есігімізде отырамыз, демалып аламыз. Кішкентай кезімізде бастап демалып кетеміз. Мамамның ішіне жатып демаламыз. Өмірге келеміз, мама бабамыз молодец, аяғын жерге тигізбей бірде беске жат түсіп қойды. Беске жат демалып жетіп қойды. Демалып жатырмын, демалып болса екен. Өйстіп демалып өсеміз, сәл жүре бастаған кезде аяғын жерге тигізбей бірде қалып болып түсіп қойды. Қалып түссе демалып жетіп қойды. Өйстіп демалып өсеміз, мектепке барамыз, мектепте шашайын болса, сұрап кет демаламыз. Болмаса кейбір ақылды оқушылар болады, өтірік сыпырақ жасады да үйде ауырып жатыр деп демалады. Сол кезде папалар сұрайды, бала өскенде кім боласың дейді. Біз ойланбастан бастап боламын дейміз. Өйткені білеміз өскенде қай жұмыста демалатынымызды. Сол кезде тракторист болуын айтып көрші, папа дәл өтіңнен басыңа бір деп сіңірді. Өмір бақи тракторист деген сөз естіген папаның енді есіне түсіп жүреді. Оқып жүрсің жан-жағында. Бүкіл техника біздің қолданып жүрген. Бәрі қазақтарға айтты. Мысалы, біз бұрын пультсіз телевизор көретінбіз. Бұрын пульт жоқ еді. Диванда жататынбыз. Телевизор мен диванның ортасы 5 метр. Қызық емес канал болса да соны көріп жатамыз ғой. Өйткені келесі каналға ауыстыруға ерініп жатамыз өйтіп қойды. Ата бірінші есікке қарай береміз. Кім кіреді осы бөлмеге соны жұмсақ жерге дайын жатамыз өйтіп қойды. Жата береміз, қызық болмаса доказа соны көреміз ғой. Жапония соны көрді, қазақтар орнынан тұрмасында бізге пульт ойнатты. Пульт қазақтар үшін. Тефаль, ол да қазақтар үшін екен. 5 минутта шай ішесіздер. Біз бұрын самаурынға шай қоятынбыз. 2 сағат қайнайды, асқа 80 саласың. Оттың жанатында бір үйдің іші көк түтін болады. Пожардың ішіне шай ішіп отырасың дейді ғой. Кіммен шай ішіп отырған ешкім білмейді жерде. 8 километр болсын, жалғыз өзің шай ішіп отырса да түтін кетіп қалса. Бізге тефаль ойнатты. Кір жуғыш машина қазақтар үшін. Қазақтың киелінде болса, саяқ жуақ машина ойнатып қойған ғой. Қазір керек десеңіздер, этаж үйде тұратындар біледі, есікте глазок бар ғой, глазок. Ол да қазақтар үшін екен. Неге дейсіздер ме? Свет пен газдың показасы тексеріп келген кезде қазақ глазоктан көріп есік ашпайды, халық қасына қазақтар үшін ойнатқан екен осы. Дүкендерде туралған нан шығып жатыр, білесіздер, туралған нан. Ол да қазақтар үшін. Өйткені біздің үйде нан турау проблема еді. Шақ өтпей қалсыншы. Кухнядан дауыс шығады. О, сенде еркек жоқ! Ақжақта папаң келеді, дейсің ғой еркек емеспін ғой. Бір үйде төбелес бастады. Қазақтар үшін туралған нан шығып жатыр. Мен ойлаймын ки қазақтар үшін туралған нан шығып жатыр. Ертең қазақтар үшін деп тістелген нан шығатын сияқты. Сосын қазақтар үшін деп шайналған нан шығатын сияқты кәдімгі. Менің бір әпкем бар, Балжан деген әпкем. Вообще мұғалімді бірақ демалыс жақсы көреді. Бір күн айтады, Арман мен бір демалып қояйын бір-екі күнге. Менің орныма сабақ берші, мен ағылшын пәнінің мұғалімімін дейді. Әпке айтты, сіз не баға дұрыс деді ана кісіге. Мен ағылшын тілге вообще не разумным ғой жерде. Мақұл деп берейін деп барып еді, әпкем ғой Балжан деген әпкем. Кірдім классқа. Бір класс отырып, неге кішкентай балалар не айтарын білмеймін оларға. Hello дедім бәріне. Бәрі тұрып hello teacher дейді маған. Өздерің teacher дедім. Сөйтсем teacher деген мұғалім деген сөз екенін білмеймін мен. Бүкіл классқа қарап тұрмын, who is that today дедім. Бір-біріне қарап қойды, who is that today дедім. Сөйтсе біреу тұрып, ағай, I am that today дейді. Қайттан қарап тұрмын, who is that today дедім. Ағай, I am that today дейді. Сен мен түсінбедім, who is that today дедім. Ағай, I am that today дейді. Отыр дедім. What is your name дедім. What is your name десін, біреу тұрып, my name is Айжан дейді. Күйенеңіз Бақлажан деді маған. Біреу тұрып, ағай, how are you деді, аузын жап өзім ағайын деді. Құрметті what is your name деді. Ертең сабаққа дайындамай келді, happy birthday жиылған барлықтарына. Бүгінгі тақырып жазып алдырып тақтаға дәу болып, who is that today деді. Сендерге сұрақ дедім. Мысықтың ағылшасы қандай деді. Біреу тұрып, как дейді. Молодец деді. Ұрғашы мысық қандай болады деді. Білмеймін дейді. Кәдір мысық кат болса, ұрғашы мысық қатан болады деді. Сөйтсе біреу тұрып кетеді, ағай сонда Арманның ағылшасы қандай дейді. Алман білесің ағылшасы қандай айтқанда. Apple деді. Грушаш дейді, Gapple деді. Завош дейді, Zapple деді. Сигнализация дейді, аузыңды жапыл деді. Құрметті, what is your name деді. Ертең сабаққа дұрыстап дайындалып келіңдер. I am beautiful girls деді, кетіп қалды мына жерде. Ертесінде бір күнге демалысқа кеткен менің әпкем өмір бақи демалып кетті ғой. Жұмыстан шығарып жіберді. Сөйтіп демалыс жақсы көреді өз әпкем. Сөйтіп өмір бақи демалып жүр. Мысалы демалыс үшін бізге демалыс үшін ақша жұмыс үшін емес. Демалысқа ақша төлейтін болса, біз осы күнге бай болады екенімізді іште білген бай.
ай сайын емес, секунд сайын айналып келеміз, айналып. Жапония мен Қытай ақша таппай кетеді, өйткені олар демалыс не екенін білмейді. Өзбектер айтыңыздаршы, күнде жұмыс қой. Самсақ пісіреді, лепешка пісіреді, стройка жасайды. Аптасына 7 күн ба, 7 күн жұмыс жасайды. Өзбектердің апталарында воскресенье деген күн жоқ екен оларда. Олардың апталарында 4 четверг, 3 понедельник деген кәдімгі. Бізде ол 6 күн демалыс, 7 күн жұмыс жасайды. Демалыс бәріміз біз басқа халыққа қарағанда ақылдымыз, біз жұмыс жасайтын болсақ, рахаттанып демалып жасайды екенбіз. Басқа халықтар болса басымыз ауыртып шаршамайды екен. Өйткені шетелдің азаматтары кеткен. Адам өзін жақсы көретін жұмысын жасаса ғана рахаттанып демалып жасайды екен. Әрқашанда жақсы көретін жұмысымыздан демалымыздан айырылмай, аман есен жүре берейік ағайын. Сіздер болмаса сағынашып, әзілдеткен сайын демалатын әртістеріңіз Армани демалып жүріп жұмыс жасаңыздар. Бәрі болады. Нормально.